Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай керемет жүгері наны мен қызылша нанның рецептімен бөлісемін. Өте керемет нан, столдың сәні өте көрнекті, әдемі көрінеді. Бізге керек заттар осылар. Ұнды өлшеммен аламыз. Осылай астына сипаттамасына барлық мөлшерлерін жазып өтетін болам. Свекланы осылай теркалап аламыз. Ұсақ теркадан теркалап алып дайындап қоямыз. Ондан соң міне жылы суға 1 ас қасық, 1,5 ас қасық дрожь, тұз, комнатный температурада сары майды саламыз, сливочный майды араластырып алып, біраз араластырамыз ерігенше, міне қолымызбен жақсылап, езгілеп араластырып аласыздар. Оның үстіне жаңағы теркалған свекланы саламыз. Біркелкі қылып осылай араластырып аласыздар. Араластырып алып, бағанағы дайындап қойған ұнның үстіне осы салмамызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осылай қамыр илейміз жақсылап. Қолға кішкене жабысқақтау болады, ештеңе қылмайды. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, бетін жауып қоясыздар. Міне осылай қамыр илейсіздер. Міне дайын болды қамыр уже. Осындай кішкене жабысқақтау болуы мүмкін. Ұн сеуіп, бетін жауып 1 сағатқа қоясыздар. 1 сағат тас жейтін болады көтеріліп. Екінші нанымыз бұл жүгері наны. Жүгері нанға мөлшерін бәрін жазам. Міне ұнды илегіштен өткізіп аласыздар міндетті түрде. Жүгері нанға міне жүгері ұнын қосамыз. Кукурузный мука дейді ғой. Жүгері ұны менде 100 грамм қостым. Опорасын дайындаймыз. Жылы сүтке дрожь салдым, тұз салдым, қант салдым. Және де комнатный температура, міне сливочный майды салып, 50-60 граммдай сливочный майды салып, жақсылап араластырып аламыз біркелкі етіп. Бұған 1 шай қасық куркума қостым. Міне куркума қостым, барлық магазинде болады. 1 шай қасық куркума қостым. Бұл сары түс беру үшін, керемет сары түс береді әдемі. Енді осы сұйықтықты құйып, ұнға міне осылай сап-сары әп-әдемі қамыр илейміз. Екеуін 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Міне уже ашыды. Қызылша нанымыз көтерілді. Екінші кукуруз нанымыз да тоже көтерілді. Екеуін дәл ортасын 2-ге бөлеміз. Мына бірінші наным, қызылша наны, 1 бөлігін осылай жайып аламын да, рулет қылып осылай ораймын. Рулет қылып орап, астын жабыстырып жібереміз. Бұны противенге салып қойдым. Екінші бөлігін тоже солай жайып, жақсылап, қатты жұқа қылмай, орташа жұқа жаямыз. Екінші жүгері наным. Бұл кішкене қаттылау болады, қызылша нанға қарағанда. Осылай жайып аласыздар бірдей қылтып. Свекла кішірек болып қалды. Қызылша нанымды қайтадан кішкене жайып жібердім да, үстіне жүгері тестаны осылай салам. Бұны да дәл солай рулет қылтып, осылай орап шығамыз. Астын осылай қысып жібереміз. Жапсырып, осылай жасап жіберіңіздер. Осыны противен астын майлап, 2 нанды салып қойдым. Міне осыны 15 минутқа қойыңыздар. Міне қараңыздар, разница бар. 15 минутта уже көтерілді, жақсы болып. Бетіне жұмыртқаны жағып, жылтыратып жұмыртқаны жағамыз. Оның бетіне күнжіт пен мак болып, менде екеуін араластырып, бетіне сеуіп шығасыздар. Әдемілігі үшін сөйтпесеңіздер де болады. Міне уже пісті. 180 градуста 35-40 минутта жай қойып қоясыздар. 170-180 градуста жүгері нан мен қызылша нан араласқаны өте әдемі, көрнекті, әдемі көрінеді. Қазір көктем мезгіліне бір әдемілікті іздеп тұрамыз ғой. Өте әдемі, дәмді ең бастысы. Жасап көріңіздер, ас болсын.